Сәлем достар, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Мен бүгінгі күнімді өзіме арнаймын. Ал кеттік. Әйел бойындағы жағымсыз энергетикадан қалай құтыламыз? Бұл сұраққа менде ұзақ уақыт бойы жауап іздеп келдім. Және бүгін тиімді тәсілдермен сіздермен бірге бөліскім келеді. Ендеше кеттік. Босанғаннан кейін кез келген келіншектің дене бітімі өзгеріске ұшырайды. Алайда жаттығуды жасаймын деп асықпаңыз. Балаңыз 40 күнге толғанша балаңызға көңіл аударыңыз. Ал 40 күннен кейін бимен де түрлі жаттығу түрлерімен де айналыссаңыз болады. Күнделікті 5 минут айнаның алдында билейтін болсаңыз, дене бітіміңіз қалпына келеді деген сенімде болсаңыз болады. Ал кеттік, менімен бірге билейміз. Біле білсеңіз, әлемдік жұлдыздар да босанғаннан кейін өзінің дене бітімін қалыпқа келтіру үшін біраз еңбектенеді екен. Егер де сіз биге икеміңіз жоқ болса, биді жақсы көрмейтін болсаңыз, онда мен сіздерге арнайы осы жаттығу залынан бірнеше жаттығу түрлерін көрсетемін. Ал ендеше кеттік. Дәл қазір маған қарап отырып, жаттығуларды оп-оңай ғой деп отырған боларсыз. Алайда әдемі фигураға жету үлкен еңбек. Егер де осы қарқынмен жалғастыра берсем, нәтижесін көп күтпеймін деп ойлаймын. Қазір жасағалы тұрған жаттығу бұл үй жағдайында жасайтын жаттығулар. Көптеген қыз-келіншектер жаттығу залына баруға мүмкіндігім жоқ деп сылтауратады. Бірақ та барлығы сіз ойлағандай қиын емес. Қазір мен сіздерге көрсетемін. Ал кеттік, менімен бірге жаттығу жасаймыз. Келесі жаттығу классикалық отырып тұру. Ал біз енді үшінші жаттығуға көшеміз. Құрметті қыз-келіншектер, егер үйлеріңізде доп болмаса, онда емізулі кішкентай балаңызды көтеріп, доптың орнына осындай жаттығулар жасасаңыз да болады. Бірақ балаларыңызды құлатып алмаңыздар. Егер тез нәтижеге қол жеткіңіз келсе, онда мен көрсеткен жаттығуларды 3 айналдыра 15 рет жасаңыздар. Оқырмандарым бойыңыздағы ашу мен сабырсыздықты қалай жеңесіз деп сұрап жатады. Бұл ретте айтатыным, су адамның бойындағы жаман энергетиканы тазартады. Мен өзім суды көп тұтынамын және суға көп түсемін. Ендігі кезек спа бөлмесінде. Спа әйелді мейірімділікке үндейді. Бұл менің ең сүйікті бөлмем, хамам бөлмесі. Релакс. Бүгін сіздер үшін біраз терледім. Әрине өзім үшін де таңертеңнен бері жаттығу жасадық, би биледік, спаға түстік, релакс алдық. Енді демалысымыз әрі қарай жалғасуда. Бұл орталықта тек қана жаттығу залы ғана емес, спа ғана емес, сондай-ақ қонақ үйде бар екен. Ал біз номерге кеттік.